Аралармы, дуслар? Сәмісіз? Бүгін біз Крәшін милли ризығы пішірге болдық. Жылғыр. Мұны қоядыр пилмәнкәй деп те аталар. Пилмәнкәй һәм ірімшік пилмәні. Динара, сіздің бірі қошан өзіңізде пішіргеніңіз бар ма бұл ризықны? Қызғанышқа қаршы жоқ, әмма ишеткенім бар ірімшік пилмәні турында һәм бұл Крәшінләрнең милли ризығы екенін дә білем. Әмма ашап қарағаным жоқ. Әйдәгіз бергәләк бүгін шуны пішіріп қарайық. Аның үшін бізге керек була ұн, сыйыр майы, 3 йомырқа салабыз, суған қияғы, тұз, һәм су, һәм ірімшік үзі. Бұл іші үшін. Ең бірінші біз салып кетеміз йомырқаны. Йомырқаны салабыз. 3 йомырқа салабыз. Аннан соң шомалап енді тұзыбызны салабыз, шомалап. Шушыны бұлғатабыз. Шушы йомырқаға қошабыз су. Қойнаған суны мен суытып жіберем. Біраз солқын болырға дейшім? Міне су салабыз да бұлғатабыз. Мұның ұн салғабыз да енді. Онны көп салырға керек жоқ, шомалап? Шомалап. Динара, біздің қомырыбыз әзір. Қазір біздің ішлігін әзірлесі бар. Динара, меңа бұлышып кетмейсіз ме? Әлбәтте. Суған қияғын нәшүші ірімшікке қошабыз. Барысында. Қошабыз. Һәм бұлғатабыз. Ірімшік білен суған қияғын ішіне салабыз. Яқшы. Мұны шулай бітіреміз де. Солалайды. Мұны шулай екіге бөлесің. Жылғырның мұны шушылай бүклеген ераталар. Мұны қазір мен де үйрендім енді. Шулай отыр еттір бүклерге. Қойнап тұрған суға біз шушы жылғырыны салып жіберебіз. Асылға тағын мой өстерге керек ме? Жоқ, бұлды жетті. Біздің жылғыр әзір, Динара. Қазір біз аның білән біргелеп шей ішеміз. Бик рәхәт һәм бик онсат пішіріле екен бұл, һәм бик темлі болып көріне ол. Сіз де мұны өзіңіздің яқларда пішірірсіз деп үмітләнем. Әлбәттә, мин әле үземнең дусларыма, туганнарыма да бұл жеңіл һәм бик тәмле рецептны җиткерәчәкмен. Рәхмәт, Динара. Тәмле булсын. Бірге булсын.